Сәлем достар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 130-шы сабақ, тақырыбы дара және күрделі сан есім. 40-шы жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап. Сол жер атауларын тақырып етіп алып, әңгіме құрастыр. Бірінші сурет Бурабай, екінші сурет Медеу, үшінші сурет Баянауыл, төртінші сурет бізде Түркістан. Мен суреттерден Түркістан қаласын алдым. Түркістан Қазақстанның көне қалаларының бірі. Қала еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан. Қасиетті Түркістанды екінші Мекке деп атаған. Қасиетті Түркістан тарихи және туристік қала. Түркістанға келгендер алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барады. Бұл кесене сәулет өнерінің ең озық үлгісі. Кесене 35 бөлмеден және 8 бөліктен тұрады. Кесененің жанында шығыс моншасы бар. Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи атымен әлемге әйгілі болды. 41-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Дара сын есімдерді тап. Олардың қай сөзбен байланысқанын анықта. Мәтіндегі дара сын есім 7 және 2. Қай сөзбен байланысқан? 7 түрлі деген сөзбен байланысқан, 2 тонна деген сөзбен байланысып тұр. 42-ші жаттығу. Диалогтың сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан тарихи қала. Түркістанда не бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. 43-ші жаттығу. Жолаушыға айтылатын тірек сөздерді есіңе сақта және көркем жаз. Жолың болсын, сәт сапар, жақсы демалып кел деген сөздер сөйлемді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар достар.